Бәріңе сәлем достар, арнамыздың кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шынайы өмірден алынған «Невидимая сторона» фильмінің шолуын тамашалайсыз. Бүгінгі видеоның соңына дейін барша ынтаңызбен көрсеңіз ғана әсер алатын боласыз. Ал ендеше видеоға өтсек. Фильмнің алғашқы кадрлары бізге басты кейіпкер Майкл Оркты көрсетеді. Ол өзін шаршаңқы әрі еңсесі түскен күйі ұстап келе жатыр. Келесі кадрда ол жұмысқа алушымен әңгімелесуде. Бұл әйел жігітке көмек бергісі келгенімен, Майкл біртүрлі келіскісі келмейтіндей артқа тартуда. Бұл сәтті фильмнің соңына қалдырайық. Әрі қарай Майкл көлік ішінде келе жатыр. Терезеден үңілгенде өзіне үйреншіксіз бай үйлерді көреді. Және сол үйлердегі бақытты адамдарға қарап қызығады. Бұл қылығының себебі өзінің жергілікті жеріндегі атыс-шабыс өмірге үйреніп қалғандықтан да болар. Мектептің бапкеріне келіп тұрған мына жігіт Майклдың әкесінің досы үлкен Тони. Ол анда-санда Майклға көмек беретін. Жаттықтырушымен сөйлесіп оған Майклдың қайғылы өмірін қозғап, әкесінің жоғалып кеткенін, анасынан айырылып наркомандардың қолына түскен оқиғаларын сөз етіп, соңында Майклды мектепке қабылдауын ұсынады. Бастапқыда бұған күмәнмен қараған бапкер кейіннен Майклдың себетке топ лақтырғанын көріп, оның ойынына таңырқай қарайды. Ол оны мектептің командасына алуды қалайды және осы ұсыныспен ұстаздар арасындағы жиналыста ақылдасады. Көптеген ұстаздар бұл идеяны құптамай кері тартады, ал бапкер өзінің сөзін соңына дейін қорғап, Майкл өзінің туып өскен ортасына қарамастан жақсы білімге құштарланатындығын айтып ой тастайды. Осыдан соң Майклға бір мүмкіндік беруді шешеді, бірақ ол мектепте спорттан бұрын білімді бірінші орынға қойып жақсы оқу керек деген шарт қояды. Мектептегі алғашқы жылдың бірінші күнінде ол келген сыныптың ұстазы оқушыларына өткен жылғы тапсырмаларды тест ретінде береді. Сабақ біткен соң Майкл бос парақты беріп сыныптан көңілсіз түрде кете береді. Әкесінің досы Тони Майклға жағдай жасай алмайтындығын айтып кетуін өтінеді. Осыдан соң ол қайта қамқорсыз қалады. Бір күні мектептегі қызының волейбол ойынын көруге Туйлар отбасы келеді. Олар Майклды ең алғаш трибуналардағы қоқыс жинаушы ретінде көреді. Кейінірек ойын алаңында Майкл Туйлар отбасының кіші баласы Джейммен танысып, бірге әңгімелер жарасып кетеді. Майклдың езуіне біраз уақыттан кейін барып күлкі келген еді. Бірақ бұл да ұзаққа бармай ол өзінің әкесінің қаза болғандығын естиді. Мұғалімдер жиналысында Майклдың сынып жетекшісі оқушысының оқуға икемі бар екендігін, алайда ойын қағазға жазып жеткізе алмайтындығын айтып оны қорғаштайды. Кешкісін Туйлар жанұясы жолда келе жатып, аспаннан шелектеп құйып тұрған жаңбырдың астында келе жатқан Майклды байқайды. Оның барар жері жоқтығын білген соң, Энли оны үйіне түнеп шығуға шақырады. Оған жылы төсек салып жақсы қарсы алады. Таңертеңгілік таңғы аста онымен барлығы жақсы сөйлесіп, Майклға қамқорлық танытады. Майкл өмірінде бірінші рет бөгде адамдардың қамқорлық сезінген еді. Достар, 10 секундтық маңызды видео туралы айтып жіберейін. Үш жігіт бір қызды жауыздықпен әбден қорлап, үстіне дәрет сындырып және зорлап тастайды. Ал қыз оларды полицияға тапсырмай-ақ өзі не істегенін қараңыз. Бұл да барлық жігіттерге сабақ болатын сияқты. Видеоға өту үшін комментарийде бірінші тұрған сілтемені басыңыз. Кейіннен Энли оның үстінде ауыстыратын киімі жоқтығын біліп базарға киім алуға апарады. Кешкісін Энли Майклға біраз уақытқа дейін қалуға рұқсат етіп жеке бөлмесін береді. Жігіт шексіз бақытқа бөленеді. Осыдан соң Майклдың оқу үлгерімі де жақсарып, оны регби ойынына жібереді. Осыны атап өтпекке үйдегілермен мейрамханаға жиналғанда ол өзінің 9 жыл көрмеген бауырын кезіктіреді. Оның регбиден алғашқы жаттығуын көруге толық жанұясы келеді. Жаттықтырушы да оған үлкен сенім артады. Бірақ Майкл ойынды түсінбей, матч бойы жай ғана сандалып нашар көрінеді. Кейін жанұясының кіші баласы оны жаттықтыра бастайды. Энли Майклдың құжаттарының жоқтығын байқайды және оларды жасату жұмыстарына кірісе кетеді. Осы істің барысында ол Майклдың осыған дейінгі қайғылы өмірмен танысып, оның есірткімен айналысқанын анасына барады. Оның анасы қиын жағдайда екенін көреді. Кейіннен барлық құжаттары жасатып, Майклды риза етеді. Оған права беріп, машинада сыйлайды. Кіші ұлы мен Майкл жаттығуларын жалғастыруда. Бірде екеуі көлікті жоғары жылдамдықта жүргізіп келе жатып жол апатына ұшырайды. Екеуі де жарақат алады. Энли Майклды кінәлі санамайды және оның кіші баласын қорғап қалған кездегі жарақатын байқайды. Майклдың регбидағы алғашқы маусымы бойы кезінде оны мазақтаулар мен нәсіліне қарап шектеулер көп айтылды. Бастапқыда нашар ойнағанымен кейіннен оталған көліктей голдарды топырлата соғады. Осылайша ол көптеген командаларды өзіне қаратады.
Туйлар отбасы Майклға университетке түсу үшін репетитор жалдайды. Кейіннен оның үйіне көптеген регби клубтары да келе бастады. Одан соң оның таңдауы бір универге түсіп, онда жақсы көрініп аттестат алады. Кадр фильмнің бастапқы бөлігіне келеді. Әлеуметтік жұмысшы жігітпен әңгіме барысында Туйлар отбасының осы уақытқа жасаған істері тек өздерінің жеке пайдалары үшін екендігін айтады. Майкл бұған келіспей ашуланып кетіп қалады. Кейіннен бұрынғы достарына барады. Онда ол өзінің жаңа отбасы жайлы айтқанда, олар күліп, олар жайлы дұрыс емес сөздер айта бастайды. Өз жанұясын жамандағанына шыдамаған Майкл оларды айырып кетеді. Кейіннен ол жалғыз қалып отырғанда оны Энли табады. Екеуі жан сырын ақтарып әңгімелесіп бір шешімге келеді. Келесі күні Майкл әлеуметтік қызметкерге келіп өз жанұясымен қалатындығын айтып кетеді. Ол универге қайта оралып, отбасымен жылы шырайда қоштасады. Анасы да оған жақсы сөздер айтады. Достар, бүгінге осы арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше.